Баршаңызға ассалам алейкум. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін көпшілігіміздің сүйіп жейтін дәмді десерттеріміздің бірі профитроли дайындайтын боламыз. Профитролидің салмасын кез келген өздеріңізге ұнайтын крем салсаңыздар болады. Мен бүгін сіздерге қайнатпалы креммен жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші кастрюль ыдысымызға суымызды құямыз, одан кейін тұзымызды саламыз. Сары майымызды саламыз. Сары майымыз қатып тұрған болуы да мүмкін, немесе бөлме температурасындағы да сары майды салсаңыздар болады. Одан кейін осылайынан оттың қызуын қосып, осылай араластырып отырамыз. Біз осы профитроли жасауға осындай лопатканы қолдансаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Егер болмаған жағдайда қасықпен де жасауға болады. Біздің суымыз осылай қайнай бастаған кезде көбіктер шығып, бір рет араластырып алып, одан кейін електен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Ұнымызды салғаннан кейін міндетті түрде жылдам араластыру керек, себебі бізде комочектар болып қалуы мүмкін. Жақсылап тұрып, үстін барлығын басып араластыруымыз керек. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауға ұмытпаңыздар, және де видео ұнап жатса лайк басып, қоңырауша белгісін басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне бізде осындай қамыр пайда болды. Ұнымызды салғаннан кейін көп уақыт ұстамаймыз пешіміздің үстінде, тек қана 1-2 минут қана ұстаймыз. Бізде суымыз толықтай тартылғанға дейін міне осылай араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Менде шамамен 1,5 минутта дайын болды. Міндетті түрде қамырымызды сәл салқындатып аламыз. Сәл салқындағаннан кейін үстіне жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаны міндетті түрде бір данадан саламыз, одан кейін осылай миксерлеп отырамыз. Барлығын мен 5 жұмыртқа қолданып жатырмын. Барлығын кезек-кезек осылай салып шықтым. Міне біздің қамырымыз да дайын болды. Қазір сіздерге қандай қоюлықта болғандығын көрсететін боламын. Міне осындай қоюлықта болады. Енді біз осылайынан духовкамыздың листына пергамент қағазын төсеп аламыз. Одан кейін қасықтың көмегімен осылай дөңгелекше формасын жасайтын боламыз. Егер қаласаңыздар насадканы қолдансаңыздар болады, бірақ та насадка болмаған жағдайда осылайынан міне қасықпен де жасасаңыздар өте әдемі форма шығады. Біраз қасық шамамен саласыздар, одан кейін биігірек болса міне көтересіздер қасықпен. Сонда бізде тау тәріздес болуы керек. Тура осылайынан барлық қамырды жасап шығамыз. Міне менің қамырларым дайын болды. Барлық қамырым осы бір листқа толықтай сиды. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 190 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Бізде қараңыздар, барлық профитролиларымыз дайын болды. Өте жұп-жұмсақ болып шығады, қараңыздар. Және де бізде арасы ашық болуы керек. Енді біз пышақпен ортасын осылайынан бөлеміз. Соңына дейін бөлмейміз, ортасына дейін бөлеміз. Көріп тұрғандарыңызда арасы бізде бос. Осы бос аралыққа біз кремімізді салатын боламыз. Менің қолданып жатқан кремім қайнатпалы крем, яғни заварной крем. Заварной кремнің жасалу жолын төмендегі описание бөліміне ссылкасын қалдырып кететін боламыз. Сол ссылка арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Тура міне осылайынан барлық профитролиларымыздың ішіне кремін салып шығамыз. Қалаларыңызша қант ұнтағымен, яғни сахарный пудрамен әсемдесеңіздер болады. Міне біздің сонымен десертіміз дайын болды. Қараңыздар, қандай жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап отбасыларыңызды қуантуды ұмытпаңыздар. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде жаңа шыққан рецепті алғаш болып көретін боласыздар.